қоғам білуі тиісті ақпараттар бар, және қоғам білмеуі тиісті ақпараттар бар. Себебі қоғам талқылауға тиіс негізгі ақпараттарды беріп, соны негізгі мәселе мына жерде тұр, мынаны талқылауға келіңдер демейтін болсаң, осындай жағы тек маған ғана қатысты, маған ғана қызық ақпараттарды шығара беретін болсаң, соны талқылап, соны шұқылайтындағына басқа жаққа кетіп қалады. Сондықтан бұл ақпараттарды өзіңе құлағыңа сыбырлап айтам. Жақсы. Иә, ол жұртқа түкке де керегі жоқ. Мысалға бізді Қазақстан бір түкпірінде тыңдап отқан біреуге ол бәрібір де мен жолықпадым, айналайын, көкіректе қуыс толтыратын әңгімеңді айтшы дейді, болды. Керемет. Қабылдаймын жауабыңызды. Рахмет. Ондай болса мынандай сұрақ менен. Біздің жас көрермендеріміз үшін өткені соңғы кездері өзіңіз айтып отырыңыз, жаңа айттыңыз, дінге ұмтыламыз. Ол негізі ішкі біздің сондай, қалай айтамын, біздің болмысымызға тән нәрсе. Іздейміз. Егер де сіз айтқанда pitеп қоймаса, бала кезімізде тек рационализм деп бізді үйретпесе, біз іздейміз. Онда тұрған бір жағымсыз нәрсе жоқ, ол керемет нәрсе. Бірақ соңғы кездері негізі бізде де, әлемде де теріс ағымдар өте көп. Қалай ажыратамыз? Осы жас Құдайды іздеп жүрген, Алланы іздеп жүрген жас жігіттеріміз, жас қыздарымыз қалай түсінеді? Мынау теріс ағым, мынау дұрыс ағым деп. Енді егер мұсылманшылықта болатын болса, ол енді оқып жатқан кезінде бұл мынандай бір нәрсені ескеру керек бұл жерде. Мысалы Құранда анық жазылып тұр да, мен ұлт пен ұлысты бір-біріне ұқсамайтын қылып, бір-бірін танысын деп ерекшелікпен жаратып қойғам дейді. Болды, бітті, осы бір аят саған жетеді. Яғни сенің мына ұлттық идентификацияң, тіліңдегі, даусыңдағы, ұлттық музыкаңдағы, түріндегі, екпіндегі, киім кию, үрдісіңдегі, әдет ғұрыптарындағы заттардың бәрі ол Құдайдан келген тағдыр деп есептеу керек негізінде. Егер мынау цитата. Бұл көрінбейтін болса, онда ол да өте қауіпті нәрсе. Онда сен Құдайдың әміріне қарсы шыққан болып шығасың. Егер өзіңнің жаңағыдай мәдени идентификацияң бәрін жойып, екінші бір ұлтқа жұтыламын деп, жұтылып та бітпейсің ол. Ортада не ар емес, не бер емес, гибрид болып тұрып қалады негізінде. Сондықтан мына дінге қызыққан адам өзінше жаңағы мен Құран оқимын анау болып шыққан кезінде бір нәрсені байқасын. Егер ол өзінің ұлттық мәдениетінен, ұлттық салт дәстүрінен, ұлттық әдебиетінен алшақтап әкетіп бара жатса, ана үйреніп отқан білім жайлап оны, онда ол адам өзінің адасқанын білу керек. Болды, бітті шаруа, мен уже манипуляцияға түсіп қалдым деп. Себебі бұл ұлттық жаңағы, мысалға бір нәрсе айтайыншы, осы бір-біріне ұқсамасын, бір-бірін танысын деп әртүрлі жаратқан деген түсінбедім мен дедім де. Жаңағы тақсырға. Соны жаңағы Исматла тақсыр айтады. Шәнжархан соңында білмейсің бе деп қояды. Қараш, бұл жерде 15 адам отырмыз дейді. Қараш, бір-бірімізбен қалай сұхбаттасып бір-бірімізді танып отырмыз дейді. Ненің арқасы білесің бе дейді. Бір-бірімізге ұқсамайтындығының арқасында танып отырмыз дейді. Мына отырған 20 адамның бәрін осы Тимурдың бейнесінде жаратып қойса дейді. Мынау Тимур ма, анау Тимур ма, анау Тимур ма, қайсысын білеміз? Тимур деп кімге қарап сөйлейміз біз дейді. Қарап, Тимурға түріне қарап таныдым, киімге қарап, жүрісінде танып қоямыз дейді. Мына Тимурдың жүрісі болады. Әлі дейді, дауысынан қарап таниды. Тимурдың дауысы онау деп айтасың дейді. Сол сияқты бір-бірімізді танып қоян қолтық араласқан кезде осы ұлттық ерекшелік деген ол Құдайдың жаратып қойған нығмет деп айтады. Жалған дін осы сен ұлттық ерекшеліктерін бәрін талқандап жүреді. Жоюға тырысады. Жоюға тырысады. Адамдар есімдерін өзгертеді мысалға. Сондықтан бізге қазір келіп жатқан нәрселердің, мен мысалы қанша рет айтамын, әжептәуір қазақша есімдерінің бәрін бұзып қиратып, Расмина, Ясмина, Альбина, Алина, Айнара деп осындай бәрін орыс жаңағы мәдениетін жеңілген, психологиялық тұрғыдан жеңілген, бәрін женский родқа подгон жасаған аттарының бәрін бұрынғы әдемі, көркем, Сақып Жамал, Жәмила деген сияқты жаңағыдай, Зәуре деген сияқты аттарды уже қоймай, соған қарай кетіп бара жатыр. Енді бүйтіп кете беретін болса, енді бір 20 жылдан кейін не араб емес, не қазақ емес, бір түсініксіз баяғына Назарбаевтың қазақстанец деген ұлт жасаймын деген сияқты соның тағы бір түрі шығады енді ана жерде. Бұл бір. Екіншісі, мына жаңағы Франклдардың, кімдердің, Юнгтардың арасында айтыс тартыс болып отқан ғой кезінде. Мына өзі вообще адамның жаратылғандағы, адам болып жаратылу хикметіне ең үлкен мұрат, енді ultimate meaning деп айтады бұны. Енді өмірдің мұраты деп аламыз біз бұны. Сол өмірдің мұраты деп алған кезінде, мысалға Юнгтың сәл қателескен жері self-actualization дейді. Яғни адам өзін актуализация жасау үшін. Бұны енді қазірлер жақсы көреді. Активизируйся деп жүрді, жаңағыдай сөйтіп Құранда. Соған келеді дағыны, Франкл айтады, жоқ, олай болмайды дейді. Self-transcendence дейді. Адам өзі ғайыпқа самғата алатын, өзі тылсымға ене алатын күші бар оның, сол патологты соны ұстау керек деп айтады негізінде. Ал егер сен бір дінді ұстап, ол сені жаңағыдай бір үлкен мәні, мағынасы қою бір қоғам үшін, адамзат үшін өте маңызды бір іске есіл дертің сол болып жұтылып кетуге сені үндемейтін болса, онда айтады, кешіріп қоярсыз, сіздің дініңіз
сізді ешқайда да апармайды, ол уже тупикке кетіп бара жатсыз деп ескертеді. Сондықтан да не үшін шәкәрімдер шыққан кезінде осы үлкен нені алады? Соларда бәрі айтады, ей, мына діндегі мақсат адамның көкірек көзін ашып, мына ғайыптан келетін сәулені жүректеріңе сіңіріп, сосын тілден шығарып, айналаның бәрін жарықтандыру деп айтады. Егер айналаның бәрін жарықтандырып, осындай надандықтың бәрін талқандамайтын болсаңдар, онда сіздің дініңіз, кешіріп қоярсыз, бұл сізге бұл дүниеде, о дүниеде ешқандай пайда бермейді деп айтады. Жаңағы кімнің, Киркегардтың айтып отқан, құлшылық ғибадат Құдайды таңғалдыру үшін жасалмайды, адамның болмысын self transcendence сені ғайыпқа ату үшін жасалады дейді. Сондықтан ол қажылыққа бару да, ол жаңағы ұйықтататын дәрі жасап алады дағыны, 2 рет барады, біреу тіпті 100 рет қажылыққа барып келіп, 100 рет қажылыққа барған тойлап, жұртты шақырып, кәдімгі той жасады мысалға. Соның бәрі біздің көңілімізді алаңдатады. Мынау басқа нәрсе, ау деп. Сондықтан хақ дінге келді деген кезінде тағы бір нәрсе бар, ол мына Құдайдың мұғжизасын дейді, енді айналасынан көріп тұру дейді жаңағыдай. Кез келген сәтте Құдайдың құдіретін көріп тұру, бірақ біздің адамдар ғылымға қатты сіңіп кеткен соншама өзінің тұла бойынан, айналасынан ешқандай да құдірет көрмейтін болып кеткен қазір. Әйтпесе осы отырған отырыстың өзі екеуміздің бір-бірімізді көзімізден осыншама рең түстің бәрін ажыратып, бір-бірімізді танып, әсерлесіп отырғанымыздың өзі негізі бір Құдайдың мұғжизасы негізінде. Екеуміз екі үрек ұяңда туып, екеуміз екі жақтан келіп, бір күнде бір өмір бақи бірге туып өскен адамға ұқсап әңгімеміз жарасып соғып отырмыз. Қалай мысалы осының бәрі уже монантропизм дейді, адамның бірлікке қарай ұмтылуы. Енді бұдан бөлек тағы бір нәрсесі бар. Енді бұны Морган Скоттбек жасайды, енді Different Ram деген кітабы бар, соның ішінде жасайды. Мына хақ дінді нені қалай айырам деп жатыр ғой, жаңа сұрағыңыздан шығып жатыр. Ол нағыз үмбеттік дейді да, нағыз діни жамағат құрылған кезде өте инклюзив болады дейді. Яғни өте сенің қатарыңа келіп отырған адамның сенің жынысың анандай, сен жалаң бассың, сен ана пәленшені мойындамайсың, сен түген шейхті алалаушылық жоқ. Құрып кет деп кеудесінен итермейді. Егер дейді, ол айтады, сөйтіп комьюнити болып, үмбет болып отырған кезінде, мынау ана пәленше деген ұстазды мойындамайды, мынау ана жаңағы Тоқаевты жақтайды, мұсы Назарбаев жақтайды, мынаны Нұр Отан бірдеңесін бәленше деп саяси көзқарасына, мұсы қаржылық қуатына қарап, жынысына қарап, қыздар отырмайды бұл жерде қуып жіберіп істейтін болса, мұсына мүгедек, ақшасы жоқ, бірдеңеше. Қазір енді мен енді өзім көрген жоқпын, бірақ естім, кейбір жерлерде жаңағыдай діни нелерде жиналған кезінде екі қатын барлар ғана өзіміз отырамыз, жаңағы бір әйелден артық алуға күші жетпейтіндер бізбен бірге отырмай ақ қойсын. Оны эксклюзив деп айтады, яғни көкірегінен итеру. Сондықтан сол діни жамағатта мүше болып жүрген жігіттер, егер сондай жерде бас қосқан кезде қандай да бір жаңағыдай жыныстық ерекшеліктеріне, саяси көзқарастарына, болмаса діни көзқарастарына, тағы да бір араласатын ортасына қатысты, үлкен кішісіне қатысты біреуді ана жерден итеріп, сен бізден емессің деп итеріп шығарып жіберіп әңгіме соғатын болса, өздерінше ол уақыт өте келе сектаға айналады, дағыны бітеліп қалады, ана жерден сырттан кірмейді. Енді оны Скоттбек әдемі түсіндіреді. Бұл дейді кім? Скоттбек, Морган Скоттбек, сол айтып отқан. Ана кітабында айтады, The Road Less Traveled деген кітабы бар. Азғантай адам жүріп өтетін жол деген ғой, екінің бір дұқ жетпейді деген ғой. Бұл дейді, ондай жаңағы бітеліп қалған адамдар шөлмектің ішіне түсіп кетіп дейді, тар шөлмектің ішіне дейді. Өзінің өкпесінен шыққан көмір қышқыл газымен демалып тұрған адам сияқты уақыт өте келе өледі ол дейді. Себебі кислород келмейді оған сырттан дейді. Сондықтан вакуум. Вакуум. Анда комьюнити нағыз үмбеттік сипат алу үшін сен ана жерде отырған кезіңде ондай нәрсеге біреуді кімді қуып жіберсем екен жерінде отырмауың керексің де сен. Керісінше бәрі мейірім, махаббат, сыйластық, бір-бірін түсіну, толеранттылық деген сол жерде тұру керек. Ондай болса, біздің елге оралайықшы. Кеттік. Біздің елге оралып, сізден бір арман ба, болжам ба сұрасам, қайда барамыз, не боламыз, қандай боламыз, және де сіз қандай болғанымызды армандайсыз? Мен енді экономикалық қуат, анау-мынау деген нәрсеге онша қызықпаймын. Рухани әңгіме ғой бұл. Бұл енді рухани әңгіме. Жалпы менің өзім бір арманым бар қазір. Арманым осы қазақ халқы өзінің жаңа ашаршылықтың кезінде, сосын репрессияның кезінде, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, целина кезінде, қазақ мектептері жабылу кезінде, сосын соңғы тәуелсіз Қазақстанның 30 жыл ұрланып тоналатын кезінде көзден ғайып қылып жоғалтып алған, олардың жаңағыдай ғайыптық сипатын ашатын, осындай рухани құндылықтардың бәрін жаппай меңгеріп, сіңіріп, қызығып, барлық мектепте осыны оқытса деген арманым бар. Және мен сол бағытта ғана күресіп жатырмын. Егер ғайыптан тайып, шынымен де мені жақтайтын, қолдайтын бір қолында билігі бар, тағы да бір құдіретті бір кісілер табылып, көбейіп кетіп, барлық қазақ мектептерінде бұрынғы қазақы тәрбиені осындай
классикалық жолмен осындай академиямен синтезделген түрлерін осындай кітаптарды оқытып үйрететін болса, онда ол демді да бір 5 жылда тарс етіп ана адамдар оянатын болса шыға келеді. Себебі мен өзім талай көрдім. Мысалға батылда жетіп, осы біздің жаңағы Әлди Непсқа дейінді салт дәстүр сөйлейтіні, ясауи феномен мектепке алып кіргізіп, белсенді болмысты мысалға мектепте жаппай міндет деп оқытып, одан емтихан алып, экософияны оқытқан мұғалімдерді білемін. Мысалға мына Шымкент облысының, Түркістан облысының Арыс ауданында Дермене деген совхозда мысалы бір мұғалім оқытып жатыр. Балдарымның бәрі 80-ші жылдардағы мынандай әдепті қазақтар, сапалы қазақтар қайтадан 1 жылдың ішінде пайда болды деп айтады. Бұл менің үмітімді оятады. Енді бір инцидент болды ма, болды, прецедент бар дегеннен кейін соған сүйеніп екіншісін істей беруге болады. Сондықтан Кierкегаард айтқан сияқты, қалай өмір сүреміз деген кезде, бірінші арттағы сүрген өмірімізге жақсылап үңіліп созерцание жасаймыз, зерттейміз. Ол жерден сүзіліп шыққан біздің бағымызды ашып, бақытымызды орнықты қылатын баянды құндылықтардың бәрін сұрыптап аламыз дағына, болды. Енді осыны келесі ұрпаққа аманаттаймыз деп бекейсің. Уэйл дейді ғой, воля, жерін бекітесің. Соның жолында күресіп кететін болсаң, күтпеген нәтиже шығуы мүмкін. Және мен мистикаға сенемін осы жерде. Егер осының жолында күресетін болсақ, ғайыптағы құдіретті күш ситуацияны біздің пайдамызға қарай өзгертіп жіберуі мүмкін деген. Мысалға, Қазақстан енді былтыр 2022 жылы пашақ-пашақшылық езіліп, жаншылап, ОДК-ға кіріп кетті деп отырған кезінде, күтпеген тұстан Кремльдегі ана кісінің Украинаға кіріп кетіп, батпаққа балшыққа батып кетіп, басы бәлеге қалып, бізге қарауға шамасы келмей қалған сияқты. Ол да бір құдірет. Ол да мистика мен үшін. Сол мен өзім тәпсірлеп қоямын ғой. Мен зікір салып, соны Құдайдан сұрап едім, соны шарафат деп. Мысал үшін. Сенің де солай айтуға хақың бар. Ол менің подкастымнан кейін что-то қазақ қоғамы жаңағыдай тез тіріліп оянып жатыр. Оянып кетті деп па? Иә. Менің де бір жақсы себеп болды деген сияқты. Және солай айтуға сенің хақың бар. Ішіңде солай ойлап жүрсең егер. Саған шабыт сыйлайды деп ойлаймын.